Сәлеметсіздер ме, құрметті ұжым, студенттер, жаратылыстану математикалық апталығына қош келдіңіздер. Жаратылыстану математика пәндерінің 10 күндігі 5 сәуірден 16 сәуірге дейін болады. Ал енді сіздерді апталықта өтетін қызықты іс-шаралармен таныстырып өтейін. 5 сәуір жаңа экономикалық шындық сынып сағаты. Өнегелі өмір атты табысты бизнесмендермен кездесу. 2021 жылдың 7 сәуір күні сағат 14:00-де ПМТ-21 тобының қатысуымен информатика пәнінен аш сабақ өткіземін. Тақырыбы мобильдік қосымшалар. 7 сәуір күні сағат 10-нан 40-ге АТМ-21 тобының дене шынықтыру пәнінен аш сабақ өтеді. Тақырыбы екі қолмен кеудені добы лақтыру. 2021 жылдың 8 сәуір күні сағат 9:30-да 2021 жылғы IT басымдықтар студенттерге арналған танымдық сағатты және мастер-класс RoboLab робототехника негіздеріне байланысты қаламыздағы жарқын ақыл білім даму орталығымен кездесу өтеді. 8 сәуір күні сағат 11:30-да бірінші курстың арасында квест ойыны болады. Уважаемые коллеги, я вас приветствую. 9 апреля 13:20 я провожу открытый урок на тему дорожные знаки, правила дорожного движения, движение в различных условиях и перевозка грузов пассажиров. Прошу вас активно участвовать. А также 14 апреля с участием офицеров войсковой части, которая находится у нас на черте нашего города, мы проводим круглый стол на тему офицер Батыл Мамандык. Здесь можно вспомнить слова великого полководца с Усть-Каменогорска. Он говорил: долг родине, сердце женщине, а честь никому. Құрметті әріптестер және студенттер, 10 сәуір күні сағат 12:00-де қонақ дәрісі жобасы аясында өңіріміздің үздік спортшылармен Zoom-да онлайн кездесу өтеді. Кездесуіміздің қонақтары бокстан Қазақстан Республикасының спорт шеберлері, жастар арасындағы Қазақстан Республикасының чемпиондары, кәсіпқой боксшылар Сұлтанбай Нұрбол мен Қоңырбай Темірлан, және осы спортшылардың бапкері Талипов туралы. Осы іс-шараға барлықтарыңызды белсенді қатысып, атсалысуларыңызды сұраймын. Әлихан Ермековтің 130 жылдығына арналған Қазақстан математиктері бірінші курс студенттер арасында конференция болады. Поэтому я прошу вас всех принять активное участие в этой декаде, особенно студентов, при проведении научно-практической конференции, посвященной 130-летию великого академика Ермекова в развитии математики в Казахстане. Осы 10 күндікте қызықты мастер-класстар, тартымды спорт ойындары және де ұмытылмас аш сабақтар өтеді. Бізбен бірге біздің арнада болыңыздар.